Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және оларды алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру болып табылады. Бүгінгі эфир қонағы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Астана қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының мемлекеттік автоинспекторы Ергеш Бекмұрат Ержанұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бекмұрат Ержанұлы, айта өтсеңіз, әкімшілік полиция басқармасының көрсетілетін қызметтері жайлы. Армысыздар, құрметті көрермендер. Астана қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының көрсетілетін бірқатар мемлекеттік қызметтер бар. Оның ішінде мемлекеттік нөмірлік белгісін алу, немесе мемлекеттік нөмірлік белгіні дубликатқа заказ беру, және көлік құралдарын тіркеу, қайта тіркеу, және айта кететін жүргізуші куәлігін алу, немесе жүргізуші куәлігін замена жасау. Осы аталған қызметтер бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетіледі. Жақсы. Көлік құралдарын тіркеу қалай жүргізіледі? Көлік құралдары бірнеше этаптар бар тіркеудің. Бұл жерде категориясын бөліп алу керек. Бірінші рет шетелден алып келінген автокөлік құралдары болатын болса, шетелден алып келінген автокөлік құралдары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нөмірі 862 бұйрығына сәйкес шетелден әкелінген көлік құралдары кедендік тазартудан өткізіледі. Кедендік тазартудан өткізілгеннен кейін сборлық алым төленеді, және ішкі істер органдарының криминалистері арқылы визуалды түрде осмотр жасайды, қарап тексеру, вин кодтарын тексеру. Сол этаптардың барлығын өткеннен кейін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында мемлекеттік нөмірлік белгімен тіркеу куәлігін алуға болады. Ал егер де дәл осындай жағдай елімізде міндетті автосалондардан алынған, дилерлерден алынған көлік құралдары болатын болса, алған көлік құралдарының құжаттарымен бірге, сатып алу келісім шартымен бірге, сол мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында мемлекеттік нөмірмен сол тіркеу куәлігін алуға мүмкіндік бар. Жақсы. Жүргізуші куәлігі алу жолдары? Жүргізуші куәлігін алу жолдары бастапқы кезеңде автомектептерден оқудан өту керек, міндетті түрде. Дәл қазіргі уақытта бізде автомектеп ақпараттық жүйесі енгізілді. Ол жүйеде жылдан оқығандығы туралы куәлікті алу қысқартылды. Сол автомектеп ақпараттық жүйесінде тіркеуге қойылады. Оқу процесінің барлығы сол бағдарлама арқылы қадағалауға мүмкіндік беріледі. Сол автомектепте оқығандығы туралы куәлікті алғаннан соң 073 медициналық анықтамасын алынады. Сол анықтама алғаннан кейін мамандандырылған сол халыққа қызмет көрсету орталығында теориялық және практикалық экзамен тапсырады. Сол экзамендерді тапсырып біткеннен кейін жалпы нәтижесі оң жағдайда болғанда жүргізуші куәлік беріледі. Жақсы. Бекмұрат Ержанұлы, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет айтамыз. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметіңізге абырой тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдырсаңыздар болады. Немесе мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты ұсыныстарыңызды департаменттің ресми парақшалары арқылы жазсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесіде кездескенше сау саламатты болыңыздар.